кез келген ата ана өзінің баласына қамқор болғысы келеді. И қамқорлық жасағысы келеді да, он хочет, чтобы в него нуждались дейді ғой. Мысалы, мен әкем де сондай да. Мен әкем мені бір несінен шығарғысы келмейді өзінің пространствосынан. Бірақ кез келген бала, подростковый возраст дейміз ғой, сол кезде қақтығыс пайда болады ғой бала мен әке-шешенің арасында. Не үшін болады? Мен оны зерттеп көрдім, психологиясын бәрін. И түсіндім да. Не үшін қақтығыс болады? Өйткені сізді все время әкеңіздің, шешеңіздің айтқанымен жүрдіңіз. Енді сіз үлкен азамат болдыңыз, үлкейдіңіз, өсейдіңіз, сіздің күшіңіз бар, и вы хотите доказать, что я тоже могу. Мен де істей аламын, мен де там ақша таба аламын, мен де сені асырай аламын, и так далее, и так далее. Сол кезде қақтығыс пайда болады да. Осы жерде бір айтар ақылым бар да. Жас өспірімдерге, жастарға айтарым. И ол керек емес. Не надо доказывать әке-шешеңізге сіз ақша таба алатыныңызды, сіз олардан күшті екеніңізді, сіз бәрін күшейдіңіз, сіз есейіп кеттіңіз, сіз олардан мықтысыз деген оларды доказывать қажет емес. Өйткені